Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді капкейкиларды жасайтын боламыз. Капкейкилар өте дәмді, ең бастысы бұл жерде бізде коржын жақсылап жасау керек болады. Мен акцентті соған қойдым, ал кремін кез келген креммен жасай аласыздар. Бұл видеода көргендеріңіздің барлығы алдағы болатын, видеоның ортасында болатын үзінділер. Енді бастайтын боламыз капкейки жасауды. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер келесі видеода көрсетілген. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Айтпақшы достар, егер каналыма жазылмасаңыз, міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Бізге керекті ингредиенттер осы видеода көрсетілген, қарап өтіңіздер. Ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне біздің қантымызды саламыз. Енді 50 грамм сүтімізді құямыз. 250 грамм айранды құятын боламыз. Бөлме температурасында және сұйық май 120 грамм. Енді барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз, яғни араластырамыз. Сұйықтығымыз дәл осындай көлемде болғанша миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды барлығын бірден салмайтын боламыз. Кезек-кезек бөліп салатын боламыз. Енді осы қамырымызға біз ванилинді қосамыз. Қопсытқышты қосатын боламыз. Біздің қамырымыз жақсы көтерілу үшін. Енді барлығын жақсылап миксерлейміз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді формаларға құйып шығатын боламыз. Міндетті емес бұндай формаға салу. Сіздер үйдегі кекстің формасына, немесе силиконды формаларға салуыңызға болады. Қызып тұрған пешке 170 градусқа 20-25 минуттай пісіретін боламыз. Енді кремімізді жасайтын боламыз. Ең алдымен тоңазытқыштан алынған сливкиді жақсылап миксерлейміз. Дәл осындай көлемде болу керек. Оның үстіне біздің творожный сырды салатын боламыз. Және оның үстіне біздің сахарная пудраны себетін боламыз. Енді барлығын жақсылап миксерлейміз үлкен көлем болғанша. Міне біздің капкейкиларымыз дайын болып қалды. Ортасына ағаш таяқшаны салып, піскен-піспегенін тексеріп алуға болады. Енді біздің капкейкиларымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Дәл осы креммен біздің жасаған. Міне достар, біздің капкейкиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған арайлым, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне достар, мен сіздерге капкейкидің рецептісін көрсеттім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса, міндетті түрде өз ойларыңызды комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен қуанатын боламын. Достар, подписаться деген нүктені басқаннан кейін қоңыраушаны бассаңыздар, все деген нүктені таңдауды ұмытпаңыз. Сол кезде менің жаңа шыққан жаңа видеоларым барлығы сізге SMS болып келіп тұрады.